Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге CapCut қазір про версия болып кетті ғой, платный версия болып кетті. Енді соны қандай приложениемен ауыстырамыз, соны айтатын боламын. Ол біз VN деген приложениемен ауыстырамыз. Мінекей VN деп тұрады. Androidқа да бар, iPhoneға да бар. Бұл приложение жүктеп алыңыздар. Бірақ бұл да платный, но 200 видеоға дейін бесплатно жасауға болады, по-моему. Ай сайын ау деймін, бірақ точносын білмеймін. Мына про версиясы тоже бар, қарау керек, дұрыстап оқу керек. Мен әлі оқыған жоқпын. Осы жақыннан бастап қана пайдаланып жүрмін. Бұны сіздерге сразу көрсетіп кетейін дегенмін. Өйткені CapCut'та уже жасау невозможно. CapCut деген жазу шығып кетеді, барлығы платный болып кетті. Сондықтан да осы VN-ді басып жасап көрдім. Сіздерге сразу видео түсіріп жатырмын. Енді қараңыздар, кіресіз, осылай ішіне осылай ашылады. Новый проект дегенді басамыз біз жұмыс істеу үшін. Сосын осы жерден видео дейсіздер де өзіңіздің пустой шаблоныңызды таңдайсыз. Мысалы, мына жақта менде пустой шаблон жоқ, бұл жақта барлығы менде уже готовый образецтер. Енді мен өзімнің каналдарыма кіремді. Осы жерден пустой шаблонды скачивать етіп аламын. Мысалы, мына әліппеге жасайын деп жатырық дейін. Осыны сақтап аламын. Қазір сохранить видео деп. Все. VN-ге кіремін. Жаңағы шақыруымды таңдаймын да, мына астында тұрған стрелканы басамын. Все, мінекей біздің шақыруымыз осы жерде тұр. Енді текст қалай жазамыз? Жанында тұрған көріп тұрсыздар ғой мына жерде. Музыканың иконкасы тұр, мына жерде Т деп тұр, сол Т деген бізде текст. Соның үстін басасыздар, сосын мына жерде 2 файл шығады, текст деген таңдаймыз. Все. Мына жерде добавить заголовок, подзаголовок дейді. Без разницы, любойын баса бересіздер. Осылай біреуін басасыздар, бізде заголовок жазатын жер шықты. Осы жерде мысалы әліппемен қоштасу, әліппемен қоштасуға шақыру деп жазайық. Осы жерде сразу shift таңдаймыз. Shift-ті енгізуді қазір тоже көрсетемін сабақтың соңында, сразу көрсетіп кетейін осы бір видеода. Осы shift-ті таңдадым, мысалы, мінекей. Осылай тұр, размерге кіреміз. Асты жағында размер деп тұр, текст таңдаулы тұр, размер деген тұр. Сол размерді басамыз да кішкене үлкейтеміз осылай. Кішкене үлкейтейін да, мен галочканы басамын. Үстін басамын да, мен текстін үстін басып, мына жерге нені қойып жатырмын. Не деп айтсам екен, мышка дейм ба, не дейм жаңағыны. Осыны қоямын. Кішкене мына жерден шетінен уже үлкейтетін, кішірейтетіндер шықты. Сонымен ақ үлкейтіп, кішірейтіп, осылай ортаға қоямын. Енді цветін ауыстырсақ болады. Астында цвет деген тұр, соған кіреміз. Мысалы, осы жерде неше түрлі цвет таңдасақ болады. Қандай қыламыз? Сары қыламыз ба? Көрінбей қалады. Негізі шрифт кішкене майда болып тұрма, сондай болып тұр. Или можно мынандай таңдауға, қызыл таңдай салайын, кішкене көрінетін қылып. Енді бұны қалай істейміз? Енді бұны созамыз, біздің мына бірінші страницаға дейін созамыз. Все, осы жерге дейін создық. Все, осылай созамыз, болды, осы жерден бітеді ол. Өткен екінші страницада басқа сөз жазамыз, Енді анимация қалай істейміз? Текстің үстін басасыз қой. Сөзде үстінен тағы да функциялар шығады. Изменить деген біз жаңа текстті өзгерту, анимация кіреміз. Анимация кіреміз. Санаулы ғана анимация бар өзі. Соларды пайдаланамыз. Мынаны пайдалансақ болады. Мынаны. Енді қараңыздар. Мына жерде повернуть. Қараңыздар, үстін басқан кезде бір точка шығады астынан, көрдіңіздер ғой? Значит, ол жерде 2 функция бар деген сөз. То есть, былайына ішке қарай, сыртқа қарай, Келесін басасыз, точка шықты ма, тағы бір рет басасыз, былай айналады. Солдан оңға, оңнан солға қарай. Мынан басасыз, стрелка, то есть төбеден төмен қарай кеп жатыр, үстінен тағы бассаңыз, шеттен кеп жатыр, үстінен тағы бассаңыз, астынан кеп жатыр, тағы бір бассаңыз, мына шетке, оң жақ шеттен кеп жатыр, Мынау да тура солай, үстінен, астынан деп өзгере береді. Градиент тоже солай өзгере береді. Осыны қалдырамын мен, 1 минутқа қоям.
duration деген тұр астында, ол біздің уақытымыз, иә. Енді бұл в анимации деген вход қой, CapCut'тағы вход. Сосын выйти из анимации деген ол выход, иә, анимацияның кетуі. Тоже біз градиент таңдаймын, өткен жаңа градиент таңдадым. Енді обратно мына жаққа кеткенін таңдаймын. Өткені в анимации дегенді мына жақтан солдан оңға қарай таңдадым. Выйти из анимацияда оңнан солға қарай. И бір минут қоямын, иә. Галочканы басамын. Все, енді қараймыз. Так, воспроизвестиді қосу үшін просто мына жерде экрандағы любой жерді баса саласыз. Сол кезде текстің несі кет қалады, иә. Функциясы. Сосын плейді басамыз мінекей, и біздің анимациямыз шықты. Қараңыздар. Иә, до конца қарап алайық. Все, кетті, әдем болды. Енді қайт текстің үстінен басамыз да, неке точка дегендері бар, оны тоқталмай-ақ қояйын, оны білесіздер CapCut'та, иә. Білмесеңіздер жазып кетіңіздер комментарийға, если что, тағы видео түсіремін. Заблокировать, то есть оны қозғалта алмайсыз деген сөз. И дублировать, удалитті білесіздер, дублировать тоже білесіздер. Дублировать десеңіздер, я копировать етеміз да, оны екінші страницаға тартамыз. Бүйтіп үстіне ұстаймыз да, бүйтіп тартамыз екінші страницаға. Өткенде екінші страница тоже текст жазу керек қой, текст жазбаймын, осылай қалдыра саламын, сіздер білесіздер уже текст жазуды. Неке анимациясы тоже өзгертпеймін, осыны қалдыра беремін. Все, түсінікті. Енді наложение тоже осы жерде мінеке мынау тұр, ненің суреті. Сол наложение бізде импорт из фотографии дейсіздер да, любой бір фотографияны алып қоясыздар, мысалы мынаны. Все, наложение болды. Осылай үстіне қандай сурет алып келіңіз келеді, осылай қойып қоясыздар, иә. Ұзартасыздар, кішірейтесіздер, оның барлығын білесіздер, иә. Тоқталмай-ақ қояйын. Енді музыкаға келетін болсақ, мінеке ең бірінші музыканың значогы тұр, соны басамыз. Осының осы жерде музыка деген таңдаймыз. И осының ішінде мысалы выдержка из өзінің музыкалары бар, тура CapCut сияқты. И мои аудио дегеннің ішінде осы жерде сіздің видеоларыңыз тұрады. Мысалы, мен песни деген бір папка сақтап қойдым. Осының ішінде уже менің өзімнің сақтап қойған өлеңдерім бар. Оны қазір көрсетемін қалай істеу керек екенін. Енді қараңыздар, осы папкаға кіреміз да, мысалы мынаны мен қазір таңдадым. Енді осы жерден сразу редактировать етсеңіз болады. Сізге именно қайы отрезігі керек музыканы редактировать етіп алсаңыз болады. Сразу осы жерден былайынан тартып, громкостін тоже істеп алсаңыз болады. Появление деген алдындағы звугын азайту, басталған кездегі звукты кішкене азайту, ал затихание деген соңында аяқталып жатқан музыканы кішкене тоже азайту даусын. Все, и осылай галочканы басасыз, өзіңізге керек отрезок музыканы таңдағаннан кейін, и осылай дайын болады, музыкамыз келеді, и мына жерінен тартсаңыздар, до конца тартасыздар. Любой жерде мінеке астында разделить дегені бар, громкость деген бар, выцветание деген бар. Любой жерін бассаңыз, бөліп удалить ете саласыздар, опцияға кіресіздер, ол бағанағы бізде появление, затихание деген жері, қалғанын білесіздер, Все, енді музыканы қалай әкелеміз бұл жерге, жаңағы тағы да бір жерін көрсетіп жіберейін. Музыкаға кіреміз, выдержка из видео деген болады. Окейді басып, мысалы, бір видеодағы музыканы әкелгіңіз келіп жатыр, сіз мысалы мына музыканы дейік, соны сохранить дейсіз. И қай папкаға қосайық деп тұр. Мен мысалы песни деген, енді кішкене песенті деп қалыпты. Не ғой, ошибка кетіп қалған. Сол песни таңдадым, и песниға менде уже импортировать етіліп қойды, менің жаңағы өлеңім. Соны пайдалансақ болады, использовать деп, мысалы, екі музыка кетіп қалды, мысалы, мына жерде. Все, удалить. Бір видеодан музыка алсақ болады, CapCut сияқты. И кәдімгі CapCut сияқты ютубтан любой өлеңіңізді таңдап, әліппемен қоштасу, әліппемен қоштасу таңдап, білесіздер ғой уже. Мысалы, мына өлең дейді, поделиться деп, телеграмға жібереміз. Менің любимый Годзиллама жіберемін. Мен осыны пайдаланам.
бірыңғай осыған жіберіп, қазір бізге шарт береді, мінекей аудионы таңдап, бұның видеосы бар, қалай жасау керек екенін YouTube каналымда. Қазір сіздерге VN-ге қалай апару керек, соны көрсететін боламын. Все, енді таңдаймыз, осылай выбрать деп, и мына үшінші кнопка поделиться-ны басамыз, және VN уже менде шықты, өткен мен жиі пайдаланып жүрмін. Добавить музыку или добавить эффекты, добавить музыку деймізді, тағы да папканы таңдаймыз. Менің папкам ол песня деген сояққа таңдап қоямыз. И использовать-ті басып, тағы да мына жерде қараңыздар, сразу өлеңді басатын болсаңыздар, создать проект болып шығып кетеді. Музыканы YouTube-тан алып келетін болсаңыз, VN-ге ол кезде использовать-ті баспайсыздар, қайтып шығасыздар папкадан. Түсіндіңіздер ғой, YouTube-тан музыканы VN-ге әкелетін болсаңыздар, осылай жұмыс жасап жатып, ол кезде сразу использовать еместер, шығып кетесіздер папкадан, қайтып, одан кейін қайтып музыкаға кіресіздер, песняға таңдап, сол кезде қайтып использовать етесіздер. Неге? Өткені Телеграмнан алып келген кезде создать проект деп қайтып новый проект шығып кетеді, почему-то, и видеоларыңыздың барлығы жоқ болып кетеді, тек қана музыка қалады, то есть новый проект болып ашылады. Сондықтан да осылай жаңағыдай мен көрсеткендей жасаңыздар. Так, все. Еще қазақша шрифттерді қалай жүктеу керек екенін көрсетемін дедім сіздерге. Қараңыздар, текстің үстін басамыз, сол кезде астынан шрифт деген функциямыз шықты, соның үстін басамыз, и мына жерде добавить шрифт деген шықты сразу. И сізде уже жұмыс істеп жүрген болсаңыздар, бұрыннан бері файлдарыңызда уже шрифттар тұр. Мінекей приложение файла деген шығып тұр, уже соны таңдаймыз да, мінекей біздің шрифттерімізді әкеліп қоямыз. Мысалы, мына шрифтті әкелейін, открыть дейміз, и успешно импортировано дейді. Уже менің шрифтім осы жерде тұр, мінекей мынау тұр уже, Все, қараңыздар, бір шрифт таңдағаннан кейін применить это ко всем дейді. Конечно деймін, сол кезде шрифттің бәрі өзгеріп кетеді. Қараңыздар, барлығы бірдей. Осылай, и сақтайтын кезде соңына барасыздар, соңында осындай VN значок болады, соны өшіріп тастайсыздар да. Мына стрелканы басып, сохранить деп сақтап аласыздар. Сосын қыздар, тағы айтып кететін бір зат бар, мен сіздерге айтуға ұмытып кетіппін, соңғы жағына қосып қойып жатырмын. Қараңыздар, мен ең бірінші бастаған кезде, VN мен осылай создать проект деп бастаған кезде, менде автоматически мынандай формат шығып кетті ма, сондай болып кетті, басқа бір формат шығып кетті, и оны сіздер басқа формат шыққан кезде қай жерден ауыстырасыздар, мына жоғарыда мінекей 16:9, TikTok анау деп тұрады, сол жерге кіріп, TikTok форматты таңдайсыздар. Біздікі енді андай Stories формат, TikTok формат, Reels формат қой, шақыруларымыз. Сондайды таңдайсыздар. Тоже сонда ескеріңіздер. Осы жерде форматтар тұрады, неше түрлісі. YouTube формат, Stories формат, неше түрлі форматтар осылай тұрады. Все, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде мен парақшама тіркеліп алыңыздар, лайк басып, түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.